Достар, сағат қазір 1:30 болды. Мен үйге келдім. 1 сағат кардио, 1 сағат силовой тренировка. Бұл менің екінші тренировкам. Азанда да дәл солай жасап тастаған болатын. Одан кейін жұмыстар, ақша табудың жолдары. Одан кейін үйге келіп өз-өзіме риза болмай тағы да тренировка жасаған болатынмын. Қазір Қазақстан чемпионатына 10 күн қалды. Білмеймін енді. Иншаллах көреміз қалай болатынын. Судейство ол жерде қалай болады, өздеріне бермесе болды, әділ болса өтсе болды. Мықты жеңсең не болса да, бірақ мен өзім талпына беретін боламын. Кейбіреулер жұмыстан келіп шаршадым деп пиво ішетін шығар, кино көретін шығар. Мен жоқ, мен жұмыстан шаршап келсем де ақша таптым деп қана сылтауратып қоймаймын. Мен тренировканы алып жүремін до конца. Кейбіреулер айтады, типа сен фитнес қой деп. Жоқ, мен фитнестен бөлек қанша жұмыстарым бар, негізінде бар емес па, съемка, там ақша табу, бизнес. Сонда да мен ешқашан тренировканы тастамауға тырысамын. Мен, білесіңдер ма, бауырларым, қазақтарым, осы уақытқа дейін мен жеңіл жолды таңдаған болатынмын. Оңай жолды, яғни оңай байып кеткім келді, оңай жолмен ақша тапқым келді, оңай качок болғым келді, оңай жаңағындай Инстаграм, Ютуб, ТикТок подписчигін ағым келді. И олайынан результат болмағасын мен жалып жете бастадым. Неге менде ондай жоқ, андай мұндай деп ше. Оказывается, мен дұрыс талпынбаған екен. Мен оңай жол таңдаған екен. Сондықтан да мен бұдан былай оңай жол таңдамаймын. Маған келеді да клиенттер. Бір айдан кейін мен сен сияқты качок болғым келді дейді. Хотя мен 5 жыл мен деген тренировка жасап, дұрыс тамақтанып, осы мен өмір сүрдім ғой. Ал келеді да, бір айда сен сияқты болғым келеді дейді да. Олар да оңай жол таңдапты. Сондықтан да мен айтатыным, оңай жол болмайды. Получается, мен өзім ақша табам, өзім бизнесімді жаңа жүргізем, өзім тренировка жасаймын, өзім жаңағыдай подписчик жинауға тырысамын сіздердің қолдауларыңызбен. Өзім съемка жасаймын, өзім тамақ істеймін, өзім тренировка жазамын. Барлығына өзім жүгіретін боламын. Иншаллах, Құдай денсаулық берсе болды. Сіздердің қолдауларыңызбен, бір жағынан Алланың қолдауымен. Вот солай достар, ешқашан да оңай жол таңдамаңыздар. Кейбіреулеріне оңай, там ата-анасы бай, ақшасы кеп тұр, олар тұрады да тек Инстаграм жүргізеді, там блогер болады, блядь, в общем, халықты алдап, гиф жасайды, короче, осындай. Оларға уже барлығы кішкене жеңіл жолмен келеді, бірақ білмеймін іштерінде не болып жатқанын, оны уақыт көрсетеді ғой, просто ешкімге жаманшылық тілемеймін, бірақ негізінде. Бірақ егер де сізде бір нәрсе болмай жатыр ма, значит сіз дұрыс талпынбай жатсыз. Біз гиперактивный болуымыз керек, достар, қазақтар. Ешқашан да жалқау болмауымыз керек. Біз жалқау емеспіз вообще-то. Сондықтан да ешқандай да отмазка, сылтау, короче, еш нәрсе керек емес. Давайте жасайық. И мені де қолдаңыздар. Бір қазақ мен үшін әр қазақ жалғызым дейді. Мен өзім қазақ деп кәдімгідей негізінде боқтап сөйлеймін. Мен там американца шашымды бояймын, мен бірақ бұл өзімнің өмірімді өзім білем негізінде ше. Бірақ мен қазақ десе мен до конца баруға тырысамын, шын айтайын. Басынып кететіндер бар, кәдімгідей көре алмай, или там менің ақ көңілдігімді пайдаланып. Бірақ та достар, давайте бір-біріңізді қолдайық. Мақұл мені қолдамай ақ қойыңыздар, бірақ басқасын қолдаңыздар, пожалуйста. Вот солайынан барлықтарыңызға айтатынымыз сол, Алла тағалам өздеріңізге жар болсын. Давайте өзіңіздің армандаған нәрселеріңізді барлығын істеңіздер, өйткені бізде қазір уақыт аз, жастық шағымызда барлығын істеп қалу керек, достар. Давайте пахать ету керек, істеу керек, жасау керек. Не қалайсыз, пайдалы ма, ол өзіңіз ұнатып тұрсыз ба, жасаңыз болды. Все.